Прикинь, мына дәу үйдің бағасы 13 миллион 500 мың теңге, пәтердің бағасымен бірдей қарасай, анау бізде Фараби көшесі, енді басты көшелердің бірі, соның почти что қиылысында тұр. Міне, мына біз үйіміздің аула беттегі көрінісі, ауласы. Ар жағында енді үйдің иелерінің қолы босай бермейді, андай шөп өсіп кеткен, ору керек. Былай қарай үй бірден үйіншімен танысайық. Бұл бізде үйіміздің холлы, яғни ішкі көрінісі. Қазір енді қалған бөлмелерімен толықтай таныстырып шығам. Әуелі планировкасы түсініктірік болу үшін кіреберіс аймағынан бастайық. Мына бізде кіреберіс аймағымыз, мына бөлікте міне жуыну бөлмесі бар, душевой, туалет дегендей. И кіргенде тағы да бір бөлме, сол жағымызда ас бөлмесі. Мына жақ бөлімде қосымша ас бөлме, енді екінші ас бөлме десеңіз де болады. Мынау жаңағы холлымыз, жатын бөлме біреу, и екінші былай қарай кеткен үлкен жатын бөлме, и тағы да бір бөлме, яғни залымыз. Тамаша баға, хабарлас.